Су тіршіліктің коды. Ғылыми, рухани және діни тұрғыдан таңғаларлық фактілер. Сіз қазір бір жұтым су ішсеңіз, миыңыздағы миллиардтаған жасуша оянып, жүрегіңізге сигнал кетіп, денеңізде көзге көрінбейтін процесс басталатынын білесіз бе? Ал Құранда су туралы 63 рет айтылғанын ше? Арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, жақыныңызбен бөлісе отырыңыз. Бүгін сіз суға енді басқаша қарайсыз. Өйткені су жай ғана сұйықтық емес. Су тіршіліктің коды. Су ғылыми тіршілік негізі. Ғылым не дейді? Адам денесінің 70% су, мидың 75% су, қанның 83% су, бұлшықеттің 76% судан тұрады. Су азайса не болады? Ми сигналды баяу жібереді, шаршау, ашулану көбейеді, есте сақтау қабілеті төмендейді, қан қоюланады, жүрекке салмақ түседі. Ғалымдар анықтаған факт, ағзада небәрі 2% су жетіспесе, зейін 20-30%-ға төмендейді. Су жасушаның ішіндегі тазалаушы жүйе. Сусыз детокс болмайды, гормон теңгерімі бұзылады, иммунитет әлсірейді. Су мен ми көрінбейтін байланыс. Ми электрлі орган, ал электрге не керек? Өткізгіш. Су нейрондар арасындағы сигналды өткізетін негізгі орта. Су жеткілікті болса, ой анық, шешім тез, эмоция тұрақты. Су азайса, мазасыздық, ұмытшақтық, депрессиялық күй. Сол үшін кейде шаршаған кезде кофе емес, тәтті емес, жай ғана су керек. Су эмоцияның айнасы. Жапон ғалымы Масару Эмото тәжірибе жасаған. Суға жақсы сөз, дұға, шүкір айтылғанда су кристалдары әдемі, симметриялы формаға енген. Ал боқтық, жек көру, ашу айтылған су бұзылған хаосты форма көрсеткен. Адам денесінің 70% су екенін ескерсек, біз айтқан әр сөз, ойлаған әр ой, ішкен су арқылы денемізге жазылады. Діни тұрғыдан су Құдайдың аяты. Құран кәрімде біз барлық тірі нәрсені судан жараттық. Әнбия сүресі тағы бір аятта Алла көктен су түсіріп, онымен жерге өмір берді. Исламда дәрет, рухани және физикалық тазалық, зәмзәм суы шипа, суды отырып асықпай ішу сүннет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам суды 3 рет бөліп, бисмилламен бастап, шүкірмен аяқтаған. Бұл жай әдет емес, бұл дене мен жанды теңестіру әдісі. Суды қалай дұрыс ішу керек? Таңертең аш қарынға 1 стакан жылы су, ағза оянады, ішек жұмысын бастайды. Тамақтан 20-30 минут бұрын ас қорытуды жақсартады. Тамақ үстінде көп су асқазанды әлсіретеді. Суды ниетпен ішіңіз, шүкір деп ішіңіз. Өйткені су ақпаратты қабылдайды, ниетті сақтайды. Қорытынды, су тек шөл қандыру емес, су тазалық, шипа, тыныштық, жаратылыстың коды. Келесі жолы су ішкенде асықпаңыз, ойыңызды тазалаңыз, шүкір айтыңыз. Себебі сіз ішкен су ертең сіздің ойыңызға, денсаулығыңызға, тағдырыңызға айналады. Егер осы видео пайдалы болса, лайк басып, жақыныңызбен бөлісіңіз.